Баршаңызға сәлем. Бүгін мен бір тест арқылы, яғни бір қамыр арқылы осындай өте керемет жұмсақ булочки мен сондай-ақ сосиска в тесте әзірледім. Дәмі өте керемет болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Ол үшін бізге көп зат қажет емес. Жылытылған сүт, сондай-ақ біраз қасық тұз, жалпы қажетті заттардың мөлшерін описание бөлімінен қалдыратын боламын. Сондай-ақ жылы су, сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластыра отырып, бір жұмыртқаны жарып саламыз. Және араластырып жақсылап, одан кейін 3 ас қасықтай шекер қосатын боламыз. Шекерімізді қосып және ерігенше араластырып, жақсылап араластырып алғаннан кейін аштыққа қосатын боламыз. Енді кішкене ұнды аз-аздан сала отырып, өте жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірденен көп қосып жібермеңіздер. Ол кезде біздің қамырымыз қатты болып, онша жақсы болмай шығады. Сондықтан аз-аздан сала отырып, әдемелеп қамыр илейтін боламыз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болады. Мінекей қамырымызды осылай әдемелеп іртіктерін жаза отырып илеп бастырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөлетін боламыз. Яғни бірінші бөлікті булочкиға, екінші бөлігімізді сосиска в тестеге қолданатын боламыз. Яғни осы бір қамыр арқылы осы 2 затты да жасауымызға болады. Мінекей осылай әдемелеп күлшелеп қоямыз да, бірінші қамырымызды әдемелеп аз ғана ұн себелей отырып жайып алатын боламыз. Ұнды көп қолданбаңыздар, барынша жұмсақ болғаны дұрыс. Мінекей осылай әдемелеп барынша жұқалау етіп, қатты жұқа болмайды. Осылай жайып алғаннан кейін әрқайсыңыз енді қалауларыңызбен кесуімізге болады жалпы. Мен осылай кескенді жөн көрдім. Ұзынша етіп кесіп алсаңыздар да болады. Немесе осылай мінекей менің сосискаларымды ашып дайындап қойғанмын. Көріп тұрғандарыңыздай етіп, осылай сосисканы орап шығатын боламыз қамырымызбен. Мінекей біздің дайын болып жатыр. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір екеуін көрсетіп жіберейін. Мінекей қамырмен осылайша домалатып, әдемелеп орап алатын боламыз. Осы екі ортада біз пешімізді қыздырып қоямыз. Мінекей сосискаларымызды орап бітем дегенше пешіміз жақсы біздің қызып тұратын болады. Мінекей барлығы дайын болды. Бетіне бір жұмыртқаны жарып, соны жақсылап жағып шығатын боламыз. Барлығына жағып болғаннан кейін қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Ол пісем дегенше екінші қамырымызды тура жаңағыдай етіп жайып алатын боламыз. Қалың да емес, жұқа да емес, орташа көлемде жайып, тура солай етіп тағы да кесіп алдым. Енді мен булочки жасаймын. Круассанның формасында жасағанды жөн көрдім. Енді онда формасын жасау әркімнің өз еркінде. Осылай өріктің вареньесінен өріктерді ішіне салуды жөн көрдім. Варенка қоссаңыздар да, немесе шоколад қоссаңыздар да болады, әркімнің өзінің қалауында. Осылай барлығын орап, дайындап қоятын боламын. Сосиска в тесте піскеннен кейін осы круассан, яғни булочкаларымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей барлығын осылай дайындап алатын боламыз. Мінекей сосиска в тесте дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі. Асты, үсті барлығы әдемі пісті және өте жұмсақ болады. Дәмі де керемет. Одан кейін мінекей біздің булочкамызды пісіріп аламыз. Дәл солай өте жұмсақ, әдемі, керемет. Астарыңыз дәмді болсын.